Қайырлы күн, сіздермен бірге Үміт Амангелді. Бір түйір етсіз осындай дәмді болып шығатын котлеттер дайындаймыз. Ол үшін бізге капуста қажет. Капустаны жақсылап ұсақтап турап алып, оған суымызды құйып, піскенше отқа қоямыз. Пияздарымызды төрт бұрышты етіп турап, қызартып, жақсылап қып-қызыл қылып қуырып аламыз. Және үккіштің ең ұсақ көзінен картоп және сәбізімізді өткізіп аламыз. Оған пиязымызды, қайнаған капустамызды, манны крупамызды және тұз, дәмдеуіштерді жұмыртқа қосып араластырып, котлеттің формасын жасап түземіз. Манкамыз көтерілгенше, ісігенше тағы кішкене бетін жауып қойып қоямыз. Одан кейін баяу отта жақсылап отырып пісіріп аламыз. Қызартып отырып екі жағынан 3-4 минуттан пісіріп аламыз. Котлетіміз өте дәмді болып шықты. Кез келген соуспен, сметанамен, қаймақпен бере беруге болады. Астарыңыз дәмді.